просмотры қанша? Үш ақ видео салдым ба? Үш ақ видео салдым. Үш ақ видеоның арқасында мен қанша? Біреу 100 мың жинап. 3,5 мың подписчик жинадым. И 10 мыңнан аса сағат жинадым. И бір видеом 160 мың просмотр жинадым. И екінші видео мына видео қазір қара. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыз? Түсіріп салдық, и бір қарасам 160 мың просмотр, сағат жинадық, подписчик жинадық. Мал базар түсіріп бастадық қой. Мал базар енді айта алмаймын енді. Мал базар енді оның оқиғасы вообще бөлек и күлкілі да. И айтамын да осык деймін да. Воскресенье барақта бір мал түсірейік деймін да. Күніге 5 мың теңге табу, үйде отырып бір бөлменің ішінен шықпай, осындай бөлменің ішінде. Басы қалай басталады, жалпы сол туралы айтатын боламын. Біздерде бізбен бірге Алишер және Досбол. Бізде мен айтатын нәрсем, мақсат мынандай болды баста. Біздер ютубтан ақша тауып жүрдік, бірақ аз тауып жүрдік. Күніге $1, $3, есептеп қарасаң 1000 теңгеге жетпейді күніге. Ал күніге 1000 теңге табу қазіргі уақытта өте аз. Ну, жақсы тоже, но негізгі жұмыс қылуға, бизнес қылуға болмайды. Енді мен бір күні давай деп жігіттерге айттым, как раз қазір Абеке жоқ. Абеке деген канал бар, жігіттің тоже бірге істейміз. Ода 55 мың подписчик бар. Сол $3, $4 асып кетсе, 1500-2000 теңге. Бұлай айтқанда, негізгі жұмыс деп айтуға болмайды, просто хобби ретінде әйтеуір түсіп тұр, 2 айдан бір ақша шығарасын. Но мен айттым бір күн, бұлай болмайды дедім, короче. Раз ютубтан ақша шығарып жатырмыз ба, давай ақша шығарайық дедім. Конкретно ақша шығарайық, полный. 100 мың шығарайық, 200 мың. Негізгі жұмысқа айналдырайық. Себебі бұның плюсы көп, үйде отыру. Мысалы, бәріңіз ауыр жұмыс істейді. Мысалы, сен грузчик, стройкада істедің көшеде, асфальтта. Сен товарды овощ тасыдың, өткен жыл айттың. Мен де сондай біраз жыл бойы грузчиктің қара жұмыс жасадым. Мен де көп адам көрермендер де сондай деп ойлаймын. Бірақ адамда ойланады ғой, неге мен заттар жасай алмаймын? Ютубқа кіремін, мысалы, біреулер керемет ақша тауып жатыр, керемет просмотр жинап жатыр да, неге мен таппаймын? Рас мен үйде уақыт бөліп жатырмын. $1, $2 деген не ол күніге? Дұрыс па? Дұрыс. Бизнеске айналдыру керек. Иә. Рас шығарамын ба? Күніге $10 хотя бы. $10 ол уже қазір 4400. 4500 теңгеге жақын. 4500 күніге бір айда 120 мың теңге. Ну, в принципе, нормально, зарплата сияқты да. Сосын мен айттым, давай, короче, айына 150-200 мың шығару керек. И бірінші не істедім? Сіздерге айттым, давай, авторыныққа барайық каждый воскресенье сайын. Абеке де айтты, давай барайық. Ладно деді, қолымызға телефонды алдық, әрқайсымызда әртүрлі телефон, түрлі телефон. Соны алдық та базарға барып түсіріп шықтық. Базарға барамыз, авторыныққа. Енді көліктің хозяйын түсіру үшін енді кішкене ыңғайсыз ғой, енді барып тұрасың. Алло, братан, алло деп қойсың. Ассалаумағалейкум, братан, видеоны түсіріп алған ма, ютубта подписчигім бар еді, түсірсек болды. Олар айтады да, қанша ақша сіздерге тегін ба, бізде ақша жоқ, анау ыңғайсызданасың да. Айтады, просто түсіреміз, сізге машинаңыз өтіп кетеді, нөміріңізді түсіріп аламыз, а бізге контент деп айтамыз да. Жарайды, давай, все, төртеуміз шығамыз. Айналып жүреміз да, прикол сияқты да, 4 бала болып. Бүйтіп, бір машинаны түсіресің еще, атымды айтады, төртеуміз 4 машинаны түсірсіңдерші деп. Как-то ыңғайсыз, или баста ұяласың, бір түрлі, бірге болып сұрай беру, ұнамайды да, уже, потому что. И 4 па 5 воскресенье түсірдік, 5 аптадай, 6 аптадай, білмеймін. Сосын мен Досболға айттым, сен жоладың кезде. Досбол дедім, короче, мынандай болмайды дедім ше. Бір воскресенье күтеміз, еще оны просмотр қарасам 5-6 мың просмотр, 10 мың просмотр. Ну, әңгіме жоқ, 1000 подписчик жинадық. Монетизацияны қостық. Ну, болмайды конкретно дедім. Қашан байымыз ма жүрсің? Ну, байғандай байымай ақ қойшы. Қашан зарплата сияқты 150 мың теңге, 200 мың теңге табамыз деді. Сосын айттым, мына бөлмеден де осы бөлме айттым, мына бөлмеден біздер шықпайды контент жасауымыз керек дедім. Бір канал емес дедім, бір канал емес, 10 канал жүргізу керек дедім. Сол кезде каждыйынан 10 канал мысалы, да, каждыйынан $100 түскен кезде ол $1000 болады. А $1000 теңгеге аударсаң 450 мың теңге. А 450 мың теңге бір жерде отырып бір айда шығаратын болсаң сен, үйден шықпай. Ол рекорд. Ол вообще біз үшін рекорд, басқалар үшін енді дым емес шығар. Ну, блин, мен кеше ғана, мен 2 жыл бұрын, ну енді, ол кезде кеше ғана сияқты көрінеді. Кеше ғана мен базарда, ну енді, сіздерден кішкене үлкендеу кезімде диск саттым.
базарда грузчик болдық, ойыншықтарды тиедік мысалы да, неге фураларға, вагонға сушняктарды жүктедік, басқа складтарды. Ну мен білем да, стройкеде жұмыс жасадық мысалы. Қалада стройкеде жұмыс жасадық. И сосын осы ауыл арасында, қала арасында объектілерді алдық келісіп, мысалы кірпіш жақтырасың, раствор илейсің, ну там забор құясың. Ну білем, что это нормально. Жұмыстарды істедік. Но блин, вот үйде отырып, бір жерде отырып, мен өзім әлі күнге шейін сенбеймін же. Бірнеше жыл өтті, айына ақша шығарып жатырмын, бірақ мен әлі таң қаламын да. До того жұмыс кайф та, жұмыс кайф. И сен ойланасың да, до того әлі сен түсінбейсің, бірнеше жыл өткеннен кейін. Разве так можно? Бола ма солай? Сіздер енді көп түсінбейсіңдер ғой, мысалы. Көп ауыр жұмыс жыл жасамадың, көп болса бір 3-4 ай жасадың, сен бір 1-2 ай жасадың. Мен мысалы бірнеше жыл жасадым да. Енді содан кейін ойландым да, мына бөлмеден шықпау керек. Осы жерден табуымыз керек ақша деп ше. И сосын не істедік? Естің бе? Әңгімеге көштік содан кейін. Біздер канал ашамыз, просто канал ашамыз. Канал аштық. Сосын аламызда не істейміз? Әңгіме айтамыз. Мысалы, бір жерде пәлен қылған, түген қылған, мынау. Енді басқа неге бізде опыт жоқ, знание жоқ. Просто аламызда диктофонға бір әңгімелерді айтамыз. Баяғы заманда бір нәрсе қылған, пәленкес бір жігіт бір қызды жақсы көріп қалған, диктофонға жаздырып аламыз да, оны жүктейміз барып ше. Телефонда жасаймыз барлығын. Телефон бесплатный видеоларды Pexels-тан жүктеп аламыз, досик жүктеп алады, компьютердан маған телеграмға лақтырады, телеграмдан монтаж жасаймыз, сөйтіп қайттан саламыз, тегтерін жазамыз. И тұрамыз да 1000 подписчикке жетеді, 4 сағатқа жетеді. 6 каналға монетизация бір айдың ішінде қостық сол кезде. Иә. 6 каналға монетизация. Мен бір каналға 4 айда қосқан бастап бұқта. Ал бір айдың ішінде 6 каналға қосқан кезде мен вообще шокта болдым да, вообще блин, оказывается, да, қазіргі уақытта жеңіл ақша табуға болады. Бұрын айтатын еді ғой, қазір ақша табу, вообще ақша табу оңай емес. Ну, оңай емес, бірақ кейде жеңілдер де бар, ауырлар да бар деп айтсақ та болады. И содан біздер бастапқыда $8 түсті бірінші каналдан. Сол кезде білесің ғой. Мен есімде, қазір қанша есімде жоқ. Сол $8 түскен, есептедім қарсым 3000 бір нәрсе теңге. Бір каналдан түскен 8. қалғандардан $3, $5, біреуінен $2. Сөйтіп сол күні $8 түсті. Есептеп қарасам 18 бір нәрсе еді, 19-ға жақында. $18 дейші. $18 түсті сол кезде, бірінші күні монетизация қосып бастаған кезде. Каждыйына қарадым, сол кезде $18 теңге есептеп қарасам 6-7 мың теңге болды. Енді ойлай, 6-7 мың теңге сен табасың үйде отырып. Дос бол дейтін. Без расход. Расход, далаға шықпайсың, машинаға бензин құймайсың, машинаң бұзылмайды. Вообще машинаң болса үйде тұрады, или автобус, көбісінен де машинасы жоқтарды айтады, жайлы айтсам. Такси, автобус, суыққа тоңу, жазда ыстықтау, таңертең 5-те тұру, мына дос бол деген адам бар ғой айтайыншы. Неше уақыттан бері ұйықтамай жүрсің түнде? 4-те ұйықтайды бастайын. Мен 3-те ұйықтаймын, мына 4-те ұйықтайды. Неше 8 ай ма 9 жоқ. Бір жыл болып бара жатыр уже, почти. Бір жыл болып бара жатыр да уже. Потому что ұйқым келмейді. Жұмыс кетіп бара жатыр да. А бірақ 11-де тұрады десең, 11-де тұрады. Шын енді, енді жұмыс, какая разница, ақша тапсаң болды ғой сен, дұрыс па? 11-де, 12-де әрең тұрып соғасың да. Солай болып кетті решение. Зато күніге так $30, $40, $45, $50 тауып жатыр да, мысалы, қазір уақытта. $50. Уже кейде 60-ға, 70-ге кетіп қалды. Минимум $45-50 ғой. 8 каналдан қазір уақытта 8 канал болды. Сондай тема болды да. Бізге еш нәрсенің керек жоқ, мысалы. Бір жерге барып курс оқып просто мен білем да. Мысалы да, айтпақша осы видеоның астына сілтеме болады. Енді көптеген адамдар маған жазды. Ананы сұрақты қояды, мына сұрақты қояды, сосын біреулер айтты, курс қылып шығар анау мынау деп ше. Арзан болсын хотя бы. Мен айттым, курс қылып менің уақытым жоқ дедім да, өйтіп айтып отырды. Сендерге жауап бер. Сосын біреу алдын айтты. Курсыңыз бар ма? Курсыңыз бірінші адам сұрады, содан кейін арзан болса да айтып шығарайын. Менің де еңбегім оларға да жеңіл болсын деп сол сілтемеге кіріп кетсеңіздер болады. Сол жерде сілтемеде тұратын болады айтпақшы осы видеоның астында. Сілтеме сол жерде подробно айтылады барлығы. Как АНС барлығын қалай істеу керек, бір уақытта
7-8-10 канал, мысалы қазір менде 10 каналда болып, 2 каналды кім сатып алып кетті? Ареке. Білесіздер ма қанша сатқанын? Айта берейін ба енді, жасырып айтпа анау. Енді көрермендерге қызық болсын енді. Айта берейін. Просто кейіннен айтпа анау. Короче, бір каналды монетизациясымен бірге аценсына жалғап, бізге ол қаншаға айта берейін, короче, ренжімеш, короче. 300-ден саттық бір каналды. Оның ішінде 2000 подписчик болды. Себебі 2000 подписчик деген не десе, уже монетизация қосылып тұр ғой. Ақша жүріп тұрған канал. Иә, бір каналда бір айда ол 100 мың шығарады, 3 айда ақтап алады, ары қарай кетеді да ол. Подписчик аз болғанмен просмотрлар білесің ғой қанша болды. Иә. Сол кезде $120 шығарылған, ол есептеп қарағанда 70 мың теңге болды. Жалпы айтқан кезде мен айттым 300 мың теңге дедім, ой, анау бір пәленкес маған 100 мыңға деген миллион подписчик сатамын деп айтты дейді. Сосын айттым, сен монетизациясы қосылған ба дедім да. Жоқ дейді да. Мен саған монетизацияңды аценсіңе жалғап, сенің атың аценс жалғап беріп тұрып, Каспий Голдың жалғап тұрып дедім да. Конкретно істеп бердік та, анау кім біледі ғой. Екі канал, біреуін 300, дос баласына барып айтқан, ойбай күніге $3 түсті, 4 бол. И дос баласы келеді, қанша дейсің, 400 дейсің отыр ғой шана. Ой, анаған 300 мыңға беру, дос балам деп қоясың. Енді ол Арекең ренжімесін енді просто. Арекең көріп отқан болса, менің қанымды ішеді, бала кезден өскен бала ғой просто. Кім дос болды аталмайды, мен танимын, мынау 500 деп қатайып алған ғой еще. И сен қойсай деп қояды, ана айтады. Неме, ана Асқарды танимын, бала кезде бірге жүрдік мектепте, анау мынау. Сосын бір кезде саттық, енді анау жағалынғасын 300-ге бердік. 600 мыңға кетті да сол кезде. Блин, вообще я в шоке да. Қанша уақытта қойсы сол монетизациясын? Сол 2 каналдың именно. 10 каналға жеткізіп, 2 күн дайын болғасын сат жердік ақша типа. Негізі сата беруге болады, бірақ AdSense-тан абайлау керек та. Себебі AdSense ол адамға бір-ақ рет ашылады. Бір-ақ рет ашылады да AdSense. Блин, мен таңғаламын осыдан кейін, мен істей алмай жатырмын деп жазады да Инстаграмға ше. Үйті алмай жатырмын, бүйті алмай жатырмын деп ше, кәдімгі білмеймін, мен қиын нәрсе сияқты да. Енді сол видеода просто шығарып қойдым, өте оңай, бәрі как оно есть. Байланысқа шықсаңыздар болады, істей алмай жатсаңыздар. Таза айтайын бір, монетизация қосу қазір вообще оңай болып кетті. Енді білмеймін, енді Алике, өзің Алиш не айтасың? Енді жалпы енді мен 5 теңге тапқаным бір күн ішінде ол бір үлкен оқиға ғой, енді қысқа нұсқа айтып кетейін. Жалпы 14 жасымда үйде отырам, ана бір телефон бар. Мен жалпы бір затты білетін едім, YouTube, жаңағы SMM, анау таргет, бәр затты білем, бірақ қалтада ешқандай тиын жоқ та. И отырам, бүйтіп Инстаграмды ашып отырам. И бір жұмыс керек еді деймін да. Хотя бір 2-3 мың теңге табуым қажет деп айтамын да өзіме да, өйткені ана жақта овощиде бел ауыртып жүріп. Сен 14 жасында бастадың. 13 жасында бастадым. 13? Көршім бар еді да, шақырып алды, келсейші. Бір жағы оған жоқсың ба, байқасың? Қанша 2000 теңге беріп дейді да, таңертеңнен кешке дейін соған жүгірген ғой. Өтіп кеткен нәрсе ғой енді, жарайды. Енді сосын 14 жасымда бастаймын Инстаграмға кіріп, жатар істеу керек еді деймін да. И бір кісіге жазамын, қате, жалпы Инстаграм парақшаңыз мына қателіктер бар екен, жөндеп берсем қалай қарайсыз деймін да. Ана кісі маған кішкене сенбеді да, сен кімсің, анау деп та. Пақ етіп, сіздің стористеріңіз мынандай, сіздікі жаман болып жатыр, маған беріңіз. Мен сізге 1 сағаттың ішінде әдемілік беремін деймін да. Анау маған сенің доступын береді да, Инстаграм парақшасының да. И мен бірақ білмеймін да қалай істейтінімді. Вот осы да білмейтін нәрсені алдым да. И былай отырам, енді не істеймін деп. И жарты сағат уақыт қалады, короче. Жаңа аяқтап беремін деген. Дедлайнға, иә. И короче, YouTube-ты ашамын. Инстаграмда безендіру, қалай безендірсем болады, Инстаграм оформление. Иә. Вот соны жасау деп поиск жазамын, 1-2 видео шығады, пақ, 5 минуттың ішінде көріп тастаймын да. Ана кісінікін қайталап полный жасап беремін ғой. И жарты сағат уақыт өтеді, болды 1 сағат өтті, пәтен мәлім ғой. Ана кісі шоқ қой кәдімгідей. Сен қалай жасап бердің 1 сағаттың ішінде дейді да. И солай деп қолыма 5 мың теңге сатады, и содан кейін кеттім ғой. Солай 6-7 мың теңге тауып жүрдім, и бір күні Әсекін шақырды, келсейші мына жаққа, біз жаққа движение жасайық, анау YouTube дейді да. И YouTube каналдар көрсетті, мен шок болдым мен. Әсекін андай да болған екен дедім да. Жалпы мен білмеймін, әлі күнге шейін бро, сенбеймін ше. Или мен көп қара жұмыс істедім. Мен офисқа кіруге арман болды, шын айтайын ше. Офисқа кіру ше. Себебі мен университетке тапсырдым, оқыдым, до конца оқи алмадым, ақша болмай қалды. Қазір дипломның керегі де жоқ та маған ше. Мысалы сен студентсің, сен оқушысың да, диплом керек, оқыңдар, әңгіме жоқ, ол нормально, бір мамандық болу керек. Ну, блин, бітіріп алатын шығармын деп ойлаймын. Ну, блин, ойланамын, таңертең тұрамын, қанша доллар түсті. Сразу
теңгеге ауыстырамын. Адамдар ана доллар көтерілсе қиналады ғой. Біздер дос екеуміз доллар түспесе екен деп жүреміз. Алдын 500-ге барды. Иә. 500-ге барды алдын курс. Содан 470-ге, қазір 445-те 444 түсіп жатыр. Ну, без разницы, конечно, но зат қымбаттады, зат арзандайды. Но, білем, бізге доллармен келсе вообще. Себебі ана бізде білесің ғой, айына $1,500 түседі, $2,500 түседі. Плюс әншілердің каналдары бар, мысалы. Айтпақшы ана әншілердің жүргізіп жатыр, атын айтпай ақ қойын, енді өзінің рұқсат болған кезде айтамын. Ол кісілерден де мысалы $1000 түсіп жатыр, $1100 түседі, кейде 800, кейде 500, бірақ бір рет $500 түсті. 8 ай жүргізіп жатырмыз әлде, бірақ $500 бір рет түсті, ол январда болды. Қазір февральда қайтадан $800-ға көтеріліп жатыр. Алдыңғы декабрьде ол $1100 болған. И сосын подписчиктері 2000 жазда алған кезде біз 2000 подписчик болған, иә, то есть. Қазір уже 46,000-дай болды. Тоже бір әнші андай кавер жасайтын, кавер деген кавер орындаушы. Иә, кавер орындаушы қыздың жүргізіп жатыр. Бүгін бір жігіттікін алдық, тоже тиктокерлер келеді, короче, основном ше. Брат, аға, анау, анаумен жүргізіп жатыр екенсің. Короче, мынандай бір әншінің жүргізсең кетеді ғой. Сарафанный радио. Ана пәленшеден сенің нөміріңді алып едік, жүргізіп жатыр екенсің, қанша дейсің? Мынандай процент дейсің болды. Тек видеоны жібере бер, дос үйгіміз, қазамыз ол, ноутбук отырған. Екеуміз екі ноутбук. Конкретно. Сол уже солай да. Өзің түсінбейсің, жаңа жерде ше. Енді сен бір бөлмеден шықпайсың, туалетке барасың, магазинге барасың, сушняк-пушняк алу үшін, тамақ бір нәрсе или там жатасың болды. Ана жерден өтпейсің ғой, ана есіктен өтпейсің да. Болды. И жаңағы сөзім жалғастырып кетейін. Бағана айттым ғой, 5000 теңге тауып жүрмін деді, и Асекен шақырып алды. Кесешін аяқта движение күніге қанша 4-5 теңге отырып, 1-2 сағат қана уақыт бөліп тауып жатырмын дейді да. И мен қалай деймін да, бір күні келем, короче, үйіне да. Бір қарасам Асекенмен досик аяқта отырып, полный ноутбукта ашып қойған, коласын алып қойған да, креслоның ішінде бүйтіп отырып, не істеп жатсыңдар десем, бір әншінің каналын көрсетеді. Үй қарасам, бір күннің ішінде рекорд $64 түскен да. Үй қарасам, есептеп қарасам, қанша? Оның да көбірек түсті негізі. Иә, мен анау айтпа дей береді, айтпа, ешкімге айтпа. Мен айтамын, айтпайды, не қыласың деймін, білсін адамдардың, сен білсін дейді. Ойбай айтпа. Алдында бар ма? Мен саған айтайын деп едім негізі. 102 ма, бір рет түсті енді, $102 түсті декабрьдің кезінде. Бәсе, досикке звондасам, общий да енді есептедік бәрін. Анадан $50 түсті, анадан $60. Анадан $50, біреуінен 15 енді. Әртүрлі келеді, сол кезде есептеп қарағанда $102 болды. Просто анау айтпа ана бірдеме азайып кетеді дей ма, бір бәлелерге қатысы жоқ оның, вообще қатысы жоқ оның ше негізі. Сен бар ғой, жұрттар біле ма, білмей ма, қызық емес та. Ол жұрттар, иә, ана мынау айтады да, короче, бір зат айттың ғой сен, адамдар сен байып жатқанын білсе, адамдар біліп қалса жаңағыдай, типа сен азайып кедей болып кетесің дейді да. Иә, сөз сендігі. Өз басым мен оны білмеймін енді, ондайға сенбеймін енді. Как анаянс, наоборот, айту керек та, адамдармен бөлісу керек, мысалы, как анаянс айту ше. Оны тығып ұстап, ойбай өйтіп жатыр, бүйтіп. Көбісі бар ғой қазір, жаңағындай, пәленбай миллион подписчигі бар адамдар бар, пәленбай мың подписчигі адамдар бар. Тауып отыр ақша, білемін мен, ютубер ретінде білемін да. Ну, блин, ойлайсың ғой, жеке каналдар бар ма деп. Айтпайды ғой, мен нәрсе айтпайды, или айта алмайды, или айтқысы келмейді. Мен олар туралы өзі біледі әрине, әркім өзі біледі ғой, қанша тауып жатыр, айта алмай айтпаймын. Бірақ мен өз басым өзім тапқаннан кейін жарайды, мен сенің затыңды айтпай ақ қояйын, ол өз басым мен қатысым бар ғой, мен айта аламын деген сияқты. Бәсе, досикке хабарласам, короче, что-то не істеп жатсыңдар, не жаңағы қанша тауып жатсыңдар десем, тыныш қой сол күнге тамаққа, анау-мынауға жетеді дейді. Вообще тыныш жүріп тұрған жетеді дейді да. Вообще тыныш, вообще дым айтпайды. Тығып жатыр ғой. Жоқ дейді. Қарсы сұрайды дейсің ғой просто. Просто негізі әңгіме бар да, просто ақша жинайсың ғой. Содан кейін ақшаңды айтсаң, или көрсетіп қойсаң, просто дос-жаран хабарласып. Туысқан келеді. 500 теңге, 500 теңге демейді енді. Берсін сұрай береді олар. 50 мың теңге беріп тұрш, кроссовщик болып жауа алмай жатырмын. Кредит. Тағы не? Займ. Черныйға кіріп кетті. Займ бір бәле деп ше. Қандай, действительно болып жатыр да сондай ше. Придется да. Кейде потому что саған керек, машина алғың келеді, машинаң бір жерде сынып қалады, или там бала-шағаңа бір нәрсе алып, бір жерге барғың келіп қалады да, мысалы да. Қазір деген 15-20 мың, 30 мың, мысалы Алматыда бір айналып қайтамыз.
50-60 мыңға жоқ берді да залда. Шын ол деген, баяғыда сен 50-60 мыңмен бір ай өмір сүремін деген жоқ. Сол, мен досик сен вообще хабарласың, вообще тыныш не істеп жатсың, қанша ұстап жатсың сен, сол жүріс тұрсаң кетеді ғой, анау мынау дейді, тыныш. Сосын бір күн келем, короче, үйінде әдейі бір қарап кетемін, не істеп жатыр десем, бір күн келем, қарасам, досикті қарасам қанша? $600 ма, $700 ма, айына шығарып саған да. Мен кәдімгі қызығып кеттім да, сол күннен бастап күніге обедтен кейін келе берем, істей берем да. Енді таңертеңнен обедке дейін менде сабақ болғаннан кейін обедтен кейін келем да. Кешке дейін отырамын, таңертең тұрып сабаққа кетемін, қайттан келем. Сол мен ютубқа полный басымды кіргізіп тастадым да. Сосын бір каналдар аштым, монетизацияға жеттім, ақша шығардым. Сендер екеуіңіз алдан үй түсіріп жүрдіңдер ғой? Үй түсірдік. Жалпы мен айттым Досикке бір күн келдім, мен Досик нормальный движение жасап жатыр дедім да, жаңа деңгейге өтейік дедім да. Үй түсіріп көрейік деймін. Мына жақта бір көрші бар, короче, көршінің үйіне барамыз. Тәте, осындай сатып жатқан үйді айтамыз, тәте. Осындай біз ютубер едік, сіздің сіздің үйіңізді реклама қылып, ютубқа салып берсек, сізге күніге пәленбай адам хабарласады деймін да енді. Риска деп тұрмын да, менде хабарласады, анау мынау дейді да. Қанша теңге деп айтады. Бесплатно әте менің атымнан сізге бір атағаным болсын деймін да. Енді ол кезде енді жас кезі ғой енді. Қазір жаспыз енді. Сосын айтамыз, подругалар сөйлесіп тастаймыз, бүйтіп. Достар, мына үйді қараңыздаршы, бағасы мынанша теңге, нөмірлері міне тұр, үй қараңыздаршы, әдемі екен деп та. Досы екеуміз сөйтіп түсіргенбіз. Салдық, примерно 2 аптаны, 1 апта өткеннен кейін ба, уже көтеріле бастады. Бір қарасам, видеоның просмотры қанша? Сен шақ видео салдың ба? Шақ видеоның арқасында мен қанша? Біреу 100 мың жинады. 3,5 мың подписчик жинадым. 10 мыңнан аса сағат жинадым. Бір видеом 160 мың просмотр жинадым. Екінші видео мына видеоға қара. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін Алматы облысы Қарасай ауданы Жібек жолы ауылы бұрынғы. Бірақ мен ол жерде андай қиындатып түсірген жоқпын. Бардым, телефонды алдым да, осындай үй бағасы мынандай болады, телефонда бір мынау деймін да. Бір қарасам просмотр атып кеткен ғой. Бірақ ондай қиындатып лампалы, штативалы, микрофон. Міне биттім, осылай түсіріп жүрдім міне. Міне жалпы диванның бағасы 20 мың теңге, үйдің бағасы қанша теңге дедім. Болды да, оны қиындататын нәрсесі жоқ. Ойбай лампа керек, штатив керек дейтін нәрсе жоқ. Бетіңді бояу керек, красота, қозғалмай диктор ұқсап сөйлеу керек, былай бір-екі, сәлем достар деп. Бардық, келістік, бұта-бұта түсіріп салдық, бір қарасам 160 мың просмотр, сағат жинадық, подписчик жинадық, монетизация қосып алдық та, ақша шығарып жатырмыз да. Қазір таңда өзімнің 2 каналым бар да, монетизация қосылған, сонымен қазір жұмыс істеп жатырмын. Солай көтеріле бастадық, сосын жаңа деңгейге өстік, сосын мал базар түсіріп бастадық қой. Мал базар енді айта алмаймын енді. Мал базар енді оның оқиғасы вообще бөлек, күлкілі да. Айтамын Досик деймін да. Воскресенье барақта бір мал түсірейік деймін да. Малдардың бағаларын қанша теңге дейді да. Оны салдық. Бір 20 мың просмотр ма жинады. Жалпы 600 подписчик па 700 подписчик па жинады, досы өзіміз тастай салдық жалпы. Негізі жинауға болатын еді. Монетизация қосуға болатын еді. 3 мың сағат жинадық та, бірақ енді оған уақыт болған жоқ та, өйткені жақта әншілер бар, 10 канал бар. В общем, үлгерген жоқпыз, солай қоя салдық. Егер сол канал қызық болса, мен сізге сілтемесін қалып кетемін. Сілтемесін көрсетпей қой, жатты ол каналын. Несін? Попты. Ладно, сілтемесін қой, или там мына жерге жаңа монтажмен шығатын болады. Монтажмен шығатын болады. Сосын соны түсірдік, 600 подписчик жинадық. Сосын тасташ жетік, сосын 3 ай каникул басталады, короче. 3 ай каникул болады, сол 3 ай каникулдың ішінде полный ютубпен кірсем, ютубпен жұмыс істеймін. Соңғы айында бір ағам келеді, үлкен компания, короче, курс атады да. Айтады, кесі біз жаққа жұмыс істесе дейді да. Мен айтамын да, мен ютуб тастай алмаймын деймін да. Қосымша ютубты қалдама салғам да, анаған барам ғой, короче. Бірақ ол өте үлкен оқиға енді. Айтсаңыздар кәдімгі сіздер полный коламен шимшік алып отыратын нәрсе ғой. Оны келесі подкастта, келесі видеода, шай, кофе, келесі видеода айтатын болам. Міндетті түрде лайк басып, тіркеліп кетіңіздер, бұл каналға қолдап кетіңіздер. Және де инстаграмдарымыз осы жерде тұратын болады. Мына жақта тұратын болады. Сіздермен бірге болған Әлішер, Досбол және де Асеке. Сау болыңыздар.